Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен бірге шахмат тақтасымен танысамыз. Шахмат ойынын ойнауды үйрену кезінде біз ең алдымен шахмат тақтасымен танысуымыз керек. Бейнеде көріп отырғанымыздай, шахмат тақтасы диаграмма түрінде бейнеленген. Шахмат тақтасы 64 тордан тұрады. Бұл 64 тор кезекпен ақ және қара түс болып белгіленеді. Шахмат тақтасы вертикаль және горизонталь сызықтарынан тұрады. Вертикаль сызықтары дегеніміз бұл төменнен жоғары қарай немесе жоғарыдан төменге қарай бағытталған сызықтар. Ал горизонталь сызықтар дегеніміз бұл солдан оңға немесе оңнан солға бағытталған сызықтарды атаймыз. Шахматта вертикаль сызықтары латын әріптерімен белгіленеді. Бұл бізде А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж және H. Горизонталь сызықтары 1-ден 8-ге дейінгі сандармен белгіленеді. Көріп отырғанымыздай, бұл сандар шахмат тақтасының сол жағында орналасқан. Бұл жерде бізде 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші және 8-ші горизонталь сызығы бар. Шахмат тақтасында әрбір тордың өзінің атауы болады. Тордың атауын білу үшін біз ол тордың қай вертикаль және горизонталь сызығында орналасқанын анықтаймыз. Мысал ретінде, мына тордың атауын анықтау үшін, яғни жасылмен белгіленген, біз бұл тордың қай вертикаль сызығында орналасқанын қараймыз. Яғни бұл тор Е вертикаль сызығында орналасқан. Ендігі кезекте біз бұл тордың нешінші горизонталь сызығында орналасқанын қараймыз. Көріп отырғанымыздай, бұл тор 5-ші горизонталь сызығында орналасқан. Бұл тордың атауы Е5. Біз бұл жерде ең алдымен латын әріпін атаймыз, одан кейін барып санын, яғни Е5. Келесі мысал, мына тордың атауын анықтау үшін біз бұл тордың қай вертикаль сызығында орналасқанын қараймыз. Яғни көріп отырғанымыздай, бұл тор H вертикаль сызығында орналасқан. Ендігі кезекте біз бұл тордың қай горизонталь сызығында орналасқанын қараймыз. Яғни бұл тор 7-ші горизонталь сызығында орналасқан. Яғни бұл жасылмен белгіленген тор H7 деп аталады. Келесі мысал, мына тордың атауын анықтайтын болсақ, яғни көріп отырғанымыздай, бұл тор F вертикаль сызығында орналасқан және де 7-ші горизонталь сызығында орналасқан. Бұл тордың атауы F7. Келесі диаграммада бізде шахмат тақтасындағы барлық торлардың атауы белгіленген. Сіздер оны өздеріңізге сақтап қойсаңыздар болады. Шахмат тақтасында вертикаль және горизонталь сызықтарынан басқа диагональ сызықтар бар. Ең ұзын 2 диагональ сызығы бар, ол А1-ден H8-ге дейін баратын сызық және H1-ден A8-ге дейін баратын сызық. Не себепті бұл 2 диагональ сызығы ең ұзын болып есептеледі? Себебі әрқайсысында 8 тордан бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Басқа диагональ сызықтарында торлар саны аз болады. Мысалы, A2, J8 диагональ сызығында 7 тор бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A3, F8 диагональ сызығында 6 тор бар. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. A4, E8 диагональ сызығында 5 тор бар. 1, 2, 3, 4, 5. A5, D8 диагональ сызығында 4 тор бар. 1, 2, 3, 4. A6, S8 диагональ сызығында 3 тор бар. 1, 2, 3. A7, B8 диагональ сызығында 2 тор бар. 1, 2. Дұрыс шахмат тақтасы жайында сіздер мына нәрсені білуіңіз керек. Шахмат тақтасының төменгі сол жағындағы ең шеткі жақта орналасқан тордың түсі қара түсті болады. Егер де сіздер
шахмат тақтасын көрсеңіз, яғни төменгі сол жақтағы ең шеткі жақта орналасқан тордың түсі ақ түсті болса, онда ол қате шахмат тақтасы. Дұрыс шахмат тақтасында ол тор қара түсті болады. Міне көріп отырамыз, міне осы тор. Ол қара түсті болады. Біз оны жаттап алуымыз керек. Бүгін біз сіздермен бірге шахмат тақтасымен таныстық. Енді маңызды жерлерді бекітейік. Біріншісі, бұл шахмат тақтасында 64 тор бар. Екіншісі, бұл шахмат тақтасында 3 сызық бар. Бұл вертикаль сызығы, диагональ сызығы және горизонталь сызығы. Үшіншісі, вертикаль сызықтары латын әріптермен белгіленеді. Ол бізде А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж және H. Төртінші, горизонталь сызықтары бізде 1-ден 8-ге дейінгі сандармен белгіленеді. Ол бізде бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші және 8-ші. Бесінші, бұл бізде шахмат тақтасында әрбір тордың өзінің атауы болады. Тордың атауын білу үшін біз ол тордың қай вертикаль сызығында орналасқанын қараймыз, және де нешінші горизонталь сызығында екендігін қараймыз. Мысалы, мына тордың атауын білу үшін біз бұл тордың, яғни қай вертикаль сызығында екенін қараймыз, яғни бұл тор Е вертикаль сызығында орналасқан. Ендігі кезекте бұл тордың нешінші горизонталь сызығында орналасқанын қараймыз. Көріп тұрғанымыздай, бұл тор 6-шы горизонталь сызығында орналасқан. Бұл тордың атауы Е6. Яғни біз бірінші бұл жерде латын әрпін атаймыз, яғни бұл Е, одан кейін барып санын Е. Бұл тор Е6 деп аталады. Алтыншы, шахмат тақтасында екі ұзын диагональ сызықтар бар. Ол бізде А1, H8 және H1, A8. Не себепті бұл екі диагональ сызығы ұзын болып есептеледі? Себебі әрқайсында 8 тордан бар. Не? 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8. Жетінші, дұрыс шахмат тақтасында төменгі сол жақтағы ең шеткі бұрышта орналасқан тордың түсі қара түсті болады. Яғни бұл жерде ең шеткі бұрышта орналасқан тор, яғни А бар, төменгі сол жақтағы. Бұл тордың түсі қара түсті болады. Біз оны білуіміз керек. Бұл дәріс сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір жазып кетсеңіздер болады.